Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде есту аппараты жайында сөйлесетін боламыз. Сіздің бәлкім ата-әжеңіз, әйеліңіз, күйеуіңіз, балаңыз, бір жақыныңыз есту аппаратын тағады. Бәлкім сіздермен бірге қарым-қатынаста сөйлескен кезде бір кейбір нәрсені түсінбесеңіз, осы шаршап кеттім, қалай сенімен сөйлесуге болады өзі деп бір іштей бір қиналып жүрсеңіз, онда мені тыңдаңыз, өйткені мен есту аппаратын тағамын. Ең бірінші кезекте адамдар естімей қалған кезде қатты сөйлеп бір мазақтағандай болады, бір айғайлап сөйлеп, ай, олай керек емес. Ол адам іштей бір ауырлық нәрсені сезеді. Өйткені сізге қарағанда сіз көрініп тұр да мазақтап тұрғаныңыз. Сондықтан қатты айғайлап емес, барынша әріптерді анық, дауысыңыз жарқын болғаны оның құлағына жағымды естіледі. Өйткені құлағы әлсіз еститін адамдарда мына біздің 42 әріп бар ғой алфавитте, ақырын шығатын әріптер біздің құлаққа жетпейді. Мысалы а деген естіледі, б, в, ол қатты естіледі, бірақ андай с, ш, з деген кейбір әріптер бізге құлаққа естілмейді да, сондықтан да бізге сіздердің айтып тұрған сөздеріңіз өте түсініксіз болып көрінеді. Және де бізге көбінесе жарқын сөйлейтін адамдар, қатты сөйлейтін адамдар, мына бір ер адамдар, сосын дауысы қатты шығатын әйел адамдармен сөйлескен бізге ыңғайлырақ екен да. Ол мейлі ол сенің құрдасың болсын, көршің болсын, бірақ сондай адамдармен біз өзімізді сөйлескен кезде жайлы сезінеміз. Біз өзімізді сау адам сияқты сезінеміз. Өйткені біздің құлағымыз оңай естіп тұр ол адамменші. Сөйлескенде біз өзімізді бақытты сезінеміз. Ал дауысы қиын, жіңішке адамдар болады. Сөйлескен кезде қиналамыз да, детіп сөйлесуден қашамыз, ой, кешіріңіз, мен уақытым жоқ еді, мен деп кет қаламыз да, деп естімей қаламыз, қиналамыз өте қатты. Сондықтан бірінші кезекте сөйлескен кезде әрбір сөйлеген әріп сөздеріңіз сөйлем айтқан кезде анық айтуға тырысыңыз, жарай ма? Өйткені десең түсінбейді. Сондықтан да анық сөйлегеніңіз дұрыс болады. Және де ондай кісілер көбінесе тыныштықты армандайды. Егер ол тыныш отырып бір жұмыс жасап жатса, тыныш отырып бірдеңе жасап жатқан болса, онда мазасын алып керек емес деп ойлаймын. Өйткені құлағы әлсіз еститін адамдар көп адамдардың ішінде отырғанын ұнатпайды. Өйткені есту аппаратымен киген кезде көп адамдар бүйтіп жағаласып бізге түсініксіз да ол. Одан кейін біз андай бір-екі адаммен сөйлесу бізге ыңғайлы. Бір-екі адаммен. Өйткені мен сөйлеп болам, ол естиді, ол сөйлеп болады, ол естиді. Сөзін бөлмейді да, ал 6-7 адамның ішінде сөйлесу бізге өте қиын болып көрінеді. Сондықтан біз үлгермей қаламыз да, анау сөйлейтін аған қарайсың, анау сөйлейтін анаған қарайсың. Андай қортып үлгермей қаласың, дұрыс естіп үлгермей қаласың. Және де 6-7 адам сөйлеген кезде біз көбінесе естімей қалған нәрселерді ерініне қарап оқимыз. Көбінесе ерінінде, мысалы, қалдарыңыз қалай деген кезде, ауыз ашылған кезде біз ерініне қарап түсініп аламыз да, ол да бар. Бірақ кейбір түсінбейтін адамдар бар. Ол ерін 100% түсінуге көмектеспейді, бірақ сен естімей қалған нәрсеңді, естімей қалған, құлағың жетпей жатыр, бірақ ерініне қарап кішкене түсініп алуға болады. Бұл кішкене көмек, бірақ өзіңнің құлағың жақсы естігенге не жетсін деймін да, мысалы. Сондықтан да денсаулықтарыңызды бағалаңыздар. Және де тексерілуді ұмытпаңыздар, жарай ма? Сурдологқа барасыздар, аудиометрия өтесіздер. Аудиометрия өткен кезде сіздерге мынандай наушник береді, домалақ. Қолыңызға бір басатын құрылғы береді. Ол кісі сіздің артыңызда тұрады, сіз оған қарамайсыз. Ол бір дауысты қосады, дыбысты қосады. Ал жаңағы құлағы әлсіз еститін адам естідім деген кезде басады, естімесе баспайды. Сол секілді құлақтың есту деңгейін анықтайды да, А4-ге сізге, сіздің құлағыңыздың есту деңгейі осындай деген сияқты нақты қорытынды шығарып береді. Және де сіздің құлағыңызға сай есту аппаратын таңдап береді. Олардың бағалары өте қымбат болады, және де сіздерге ең қымбатын ұсынады. Сондықтан мен сіздерге кеңес беремін, ең басында ең бірінші аппарат алуға 45 мың, 70 мың, 150 мың, 200 мың, 300 мың, 400 мың, солай ақырын қымбаттай берген дұрыс болады. Егер қалтамыз көтермейді десеңіздер,
300 мың, ары кетсе 250, 300 мың, 400 мыңның аппаратын жыл сайын алып, соны ғана алсаңыздар болады. Өйткені ол ары қарай кете береді, миллион, 500 мың, 2 миллион ең қымбаттарына дейін кете береді. Сондықтан қалтаңыз қалай көтереді, бюджетте қалай ыңғайлы, солай алғандарыңыз дұрыс болады. Және де естуі әлсіз адамдардың өмірінде машинада есту қиын. Өйткені машинада жауып аласың да, жұмсақ дыбыс сөйлескен кезде андай мен сенің дыбыс жеп қояды. Адам сөйлейді, бірақ біз оны естімейміз, қиынырақ машинада есту. Машинада естігенде терезе ашық тұрса, онда есту қиын болады. Ал егер бүкіл кеңістікті жауып, терезеден жауып, бәрін жауып қойсаң, сөйлеген кезде кішкене қиын. Кейбір адамдар бар, қатты сөйлейді, ол бізге ыңғайлы, есту ыңғайлы. Сондықтан да біздің өмірімізде сондай қиын нәрселер болып тұрады. Мысалы, мен өзім судың тамшысын, бір кішкене бір қытырлаған дауыстар, ондайларды естімеймін. Сондықтан мына есту аппараты бар ғой, тағу арқылы мынандай да бола ма не деген сияқты өзім таңғалам, мынандай дауысты да ести ма не деген сияқты. Кейбір нәрселерді естімейтініме кәдімгідей көңілім түседі, бірақ та бұл Алланың берген сынағы болғаннан кейін Алла тағала адамдарға былай береді екен. Алла тағала бір нәрсені сенен алып, бір нәрсені артықшылығымен береді екен. Сондықтан көңіліңді түсіріп отырмай, керісінше Алла тағала саған берген бүкіл мына екі қолды берді, сана, ми берді, көзді берді, көресің, оқисың, ізденесің, қарайсың, бақылайсың, аузың бары сөйлейсің, біреумен сөйлесесің, пікір алмасасың, мылқау емессің, өз ойыңды айта аласың деген сияқты. Алла тағаланың берген артықшылықтарын оны жүзеге асырып, өте пайдаңа жарата алсаң, пайдаңа қолдана алсаң, сен байып, өзіңнің денсаулығыңа құрметпен қарай аласың. Өйткені қазір технология дамыған, өзіңе есту аппаратын сатып ала аласың деген сияқты. Сондықтан да берілмейік, өзімізді қабылдайық. Әр адамның өмірінде Алла тағала бір үлкен бір сынақ береді ғой. Алла тағала денсаулықпен сынайды, ақшамен сынайды, бір нәрсемен сынайды. Сонда не үшін сынайды екен? Сен ол сынақты көтере алғаннан кейін сол сынақты береді. Ал егер сен берілетін болсаң, өзіңе қол жұмсайтын болсаң, демек сен әлсіз адам екеніңді білдіртеді. Алла тағала дейді, шешімі жоқ сынақты бермейді ау деп ойлаймын өзім. Енді болады кейбір емделмейтін аурулар, бір кішкентай балалар, қайда апарасың, емделу қиын. Ондай адамдарды, ондай сәбилерді Алла тағала өздері жаңағы ата-анаға береді. Ата-ана барынша тырысады, бірақ болмай қалғанның өзінде Алла тағала ол баланы өмірден, дүниеден өткеннен кейін өзінің несіне алады Алла тағала. Өйткені ондай адамдар көбінесе жұмаққа кіреді деген нелер бар, айтылған әңгімелер бар. Сондықтан да барынша өзімізді бағалайық, жарай ма? Құлағы әлсіз еститін адамдарды мазақтап керек емес, өйткені олар да адам. Құлақтары қалай еститінін біз білмейміз. Сондықтан естімей қалса, анық сөйлеуге тырысайық, жарай ма? Баршаңызға рахмет, жақындарымызды қолдайық, өйткені психологиялық қолдау, оның денсаулығына мейіріммен қарау, ол өте үлкен махаббат, өте үлкен қолдау. Сондықтан баршамыз бақытты болуға, баршамыз тең болуға лайықпыз. Сондықтан арнамызға жазылып, лүпіл басып, пікір қалдырып кетсеңіздер жақсы болар еді. Қолдауларыңызға рахмет, сау болыңыздар.